Таза ауада ойнауға арналған ең үздік ойындар. Бұл ойынды ойнау үшін балалар шеңберге отырады. Жеңіл суға арналған допты аяқтарымен қыстырып бір-біріне береді. Түсіріп алған бала ойыннан шығып отырады. Аяғында жеңімпаз марапатталады. Бұл ойынды ойнау үшін бізге бассейнге арналған құрғақ шарлар мен обруч керек. Суретте көрсетілгендей, обручтың ортасына құрғақ шарларды қойып, жан-жағына сандарды қоямыз. Балалар обручты айнала жүреді. Музыка тоқтағанда кім қай жерге отырса, сонша шар жинау керек. Үшінші ойынымызды ойнау үшін бізге доп, қалың екі таяқ немесе оқтау және лента керек. Асфальтте ойнайтын болса, бормен сызуға да болады. Дәл суретте көрсетілгендей, екі бала таяқтың екі ұшынан ұстап, мәреге дейін жету керек. Жүруге арналған арнайы жолақтан шығып кетуге болмайды. Командамен ойнауға өте ыңғайлы. Келесі белсенді ойынымыз үшін бізге екі себет және спортқа арналған резеңке керек. Бір себетке жемістерді немесе ойыншықтар, әртүрлі заттарды толтырып қою керек. Екі жақтағы себеттердегі заттардың саны тең болады. Резеңкені екі баланың беліне кигіземіз. Қай бала мықты болып бос себетті тез толтырса, сол жеңімпаз атанады. Келесі ойынымыз ұсақ моториканы және жылдамдықты дамытуға арналады. Ол үшін бізге помпондар мен қыстырғыш, яғни пришепка керек болады. Помпондарды әр жерге шашып тастаймыз. Балалар пришепка мен помпондарды жинау керек. Қолдарына стакан немесе кез келген ыдыс беруге болады. Кім көп помпон жинаса, сол жеңімпаз атанады. Ойындардың барлығы балалардың миына әрі дене мүшелеріне жақсы әсер етеді. Ойнап көріңіздер.